Қазіргі таңда қаламызда коронавирус індетінің таралуы бойынша эпидемиологиялық жағдай жақсы емес. Сондықтан карантиндік талаптарды қатаң сақтауға шақырамын. Қазіргі мерекелік іс-шараларды, той садақаларды барлығын азайтуды шақырамын. Және де осы індеттің алдын алудың ең басты бір жолы ол вакцинация болып табылады. Бұл вакцинация дегеніміз осы коронавирус індеттің алдын алу және таралуына жол бермеу мақсатында салынып жатыр. Қазір қаламызда 6 екпе кабинеттері жұмыс жасап жатыр. Бірінші, екінші, үшінші емханалар, Медикер, Нейрон, Жалымбетов, сонымен қатар Теңге дәрігерлік амбулаториясы және де Қызылсай амбулаториясы жұмыстарын жасап жатыр. Демалыссыз, үздіксіз мереке күндері де жұмыс жасайды. Бұл вакцинаны кімдер алмайды? Алмайтын контингенттерге келетін болсақ, жүкті әйелдер және бала емізетін 18 жасқа толмаған адамдарға вакцина салмайды. Одан басқа адамдардың барлығына вакцинация салынады. Вакцинация қазір салынып жатқан вакциналар Ресейде өндірілген Спутник V вакцинасы, одан кейін Хаят-Бак Арабияда өндірілген, одан кейінгі қазақстанский Казковид вакцинасы салынып жатыр. Олардың да бір-бірінен айырмашылығы жоқ, барлығы да коронавирус індетін алдын алуға бағытталған, құрамында өлген коронавирустың штаммы бар. Коронавирустан кейін күтілетін реакция болуы мүмкін. Біз барлық келген адамға осыны түсіндіреміз. Салынатын адамды біз міндетті түрде 2 беттік сауалнама толтыртамыз. Бұрын қандай аурулармен ауырып жатыр, қазіргі келген кезде ауру белгілері бар ма, сияқты барлық толық медициналық тексерістен өткізіп, екпеге ешқандай медициналық қайшылық болмаса біз екпеге жібереміз. Және екпеден кейін біздер 3 күн суға түспеу керектігін, ыссыз ванняға бармау керектігін, спирттік ішімдік ішпеулігін, қатты салған жерде тырнауға болмау, лас қолмен ұстамау керектігін барлығын түсіндіреміз. Және 3 күн тағы медициналық бақылауға аламыз. Сондықтан алдын алудың бірден бір жолы деп жаңа айтқанымдай вакцинация алуға шақырамын.